Мен өзіме де ұнайды. Өйткені бұл енді ғана мен мысалы бір 10 жыл, 20 жыл үйде отырып шыққан әйел емеспін. Мен бала кезден сахнада келе жатқан адаммын негізі. Просто біздің халықтың жаңағы түсінігінде андай танымалдылық деген бар, и ешкім емес деген бар да. Ал оның ортасында еңбек етіп жүрген адамдар кімдер сонда? Бізде бүкіл біздің оқу орындарында, мәдениет сарайларында, региондарда жұмыс істеп жүрген адамдар танымал емес, мысалы. Сонда олар кімдер? Яғни ол бейнебаянмен, хиттермен жармаса жұмыс істемей жатты деген сөз емес. Адам ғана сонда танымал, ой керемет, қалған бәрі сонда ешкім емес па? Сонда. Онда ол дұрыс емес қой. Сондықтан біздің ауыл аймақтарда да қаншама талантты, қаншама ешкім танымайтын, бірақ сол аймақта ғана танитын, сол аймаққа еңбек сіңіріп жүрген адамдар қаншама. Сол сияқты мен де аса бір танымалдылыққа бір құштар болмасам да, мен өзім еңбегімді жасап, өзімнің дипломмен, өзімнің еңбегіммен жаңағыдай жұмысымды істеп жүрген адам.